Баршаңызға қайырлы күн. Дәл осындай жұп-жұмсақ ауызда еритін пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге алдын ала електен өткізілген ұн және де оған қопсытқышы салып, жақсылап араластырамыз. Артынан қантты салып, тағы да қолменен араластыратын боламыз. Бұл жерде үйде еріген сары майымызды салып, тағы да қолменен жақсылап араластырамыз. Бұл жерде ұнды көп салудың және аз салудың қажеті жоқ. Мен барлығын грамын астына жазып қоямын. Мінекей осылай қолменен жақсылап илейсіз. Бұл жерде бізде крошка шығу қажет. Осы крошканың үстінен бір жұмыртқаны салып, бізге жұп-жұмсақ әдемі қамыр шығу қажет. Мінекей тағы да осыны қолменен илейміз, әдемі қамыр шыққанша. Өзі қазір басы бірігіп, мінекей осындай әдемі жылтыр жұмсақ қамыр шығады. Осы қамырымызды салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді біз салмамызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге үй қаймағы қажет. Мен 20% қаймақты пайдаландым. Қаймақты артынан жұмыртқа, қантты салып, жақсылап араластырамыз венчикпен. Көп араластырудың қажеті жоқ. 5-6 секунд араластырсаңыздар жеткілікті. Мінекей осылай жақсылап венчикпен араластырамыз. Бір тегіс масса болғанша араластырамыз. Енді біз тоңазытқыштағы қамырымызды екіге бөліп қалыпқа саламыз. Жартысын астына, жартысын жанына, яғни бортик жасаймыз. Одан кейін шанышқымен астын тесіп шығып, ауа кіретіндей тесіп шығамыз. Дайын болған салмамызды үстінен құйып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке салып дайындап пісіріп аламыз. Мінекей, сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Маған лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қоңырау белгісін басып қойыңыздар келесі видеоны жіберіп алмау үшін. Мінекей осындай жұмсақ пирог сметаник шығады. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.